Ботай мәдениеті 1980 жылы археолог Виктор Федорович Зайберттен ашылған археологиялық мәдениет. Осы мәдениетке бізде Ботай тұрағы, одан кейін Краснояр тұрағы, Баландина, Васильковка және тағы басқа тұрақтар кіруде. Ботай мәдениетінің тұрғындарының ең басты символы болып табылатын олардың тұрғын үйлері. Тұрғын үйдің структурасына кірер болсақ, тұрғын үй бізде ең алдымен 1 метрлік шұңқыр қазылып, одан кейін балшықпен өңделген болады. Осындай шұңқырдың қазылуы ол қысты күні жылуды ұстауы және де жазды күні суық температураны ұстауға әсер еткен болады. Осы қабырғаны жасағанда ботайлықтар балшықты қолданған болады. Балшықты бір-біріне ұстау үшін олар жылқының сүйектерін арасына салып отырған. Ботайлықтардың шатыры бізде бөрене немесе сырғауылдардан қолданған болатын. Көбінесе ботайлықтардың шатырлары қарағай ағаштан жасалған болады. Мына жерде айтып кететін жағдай, ол бөрененің ұзындығы бізде 3-4 метрлен құрылған болатын, және де құрылыстың диаметрі бізде 15-20 диаметрға дейін болған. Шатыр 12-16 қатармен көтерілген болады. Ботайлықтар осы шатырды көтергенде сырғауылдардың ойып бір-біріне орнатқан болатын. Яғни сол кезде олар шеге немесе басқа материалды қолданбаған. Ботайлықтар өзінің тұрғын үйлерінде сатыны қолданған болады. Осы сатылардың мақсаты ол қысты күні, боранды күндері реверсивті қармен жауып қалғанда, осы сатылар арқылы ботайлықтар далаға шығып аң аулауға шыққан болады. Ботай мәдениеті 40 жыл зерттелуде. Осы жылдар аралықта ботайлықтардың жылқыны әлем бойынша ең алғашқы болып қолға үйреткендер болып табылуда. Осыған байланысты тұрмыс өмірлерінде ботайлықтар жылқының терісін немесе жылқының сүйегінен көптеген еңбек құралдарды жасаған болады. Ботайлықтардың тұрғын үйінің ең қасиетті жері болып саналатын ол бізде ошақ маңы. Ошақ маңында әрдайым қауымдастықтың жиналатын орны болып табылады. Және де қысты күні ошақ маңын жаққанда ол бізде күмбезге қарама-қарсы қойылған болады. Яғни от жаққан кезде осы ошақтың түтіні ағына күмбезге кеткен болады. Ботай тұрғындарының еңбек құралдары көбінесе тастан, одан кейін сүйектен немесе қышқылдан жасалған болады. Археологиялық қазба жұмыстары барысында ботайлықтардың көптеген қыш құмыралары табылған болады. Бұндай қыш құмыралардың зерттеуі Англиядағы Брисбен университетінің ғалымдары анализдер жасаған болады. Зерттеу барысында қышқыл сүт өнімдерінің қалдықтары табылған болады. Ол, яғни 6000 жыл бұрын ботайлықтар жылқыны қолға үйретіп, қымыз өнімдерін дайындағанын дәлелдеп отыр. Ботай мәдениеті әлі күнге дейін зерттелуде. Және де болашақта ғалымдар ботай мәдениетінің көптеген құпияларын ашады деп сенеміз.